Алайда әлеуметтік даму бағытында бірнеше мәселелер бар. Соңғы уақытта халықтың әлеуметтік жағдайы түсіп кеткені белгілі. Бұл тек біздің елордада ғана емес, жалпы елде, жалпы әлемде болып жатқан жағдай. Әлеуметтік осал топтарға біз үлкен қолдау көрсетуіміз керек. Бұнымен мен сізбен келісемін. Қолдау жағынан мемлекет енді үлкен жұмыс жасап жатыр. Әсіресе мынау жаңа ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар туралы айтып жатсыз. Олардың ең бірінші көтеретін мәселе тұрғын үй. Тұрғын үй, әсіресе кезекте тұрған азаматтарға. Соған біз жұмыстан жатырмыз. Осы міне нақты келесі аптада, осы желтоқсан айының соңына дейін біз кезектегі азаматтарға тұрғын үй берген кезде соның 20% заңға сәйкес осы топта болады. Ата-ананың қамқорсыз қалған балалар. Арнайы елорда жастары деген бағдарламаны қазір біз талқылап жатырмыз. Осы депутаттардың алдына келеміз. Осы мәслихатта талқылап, біз қабылдап, өзіміздің мәселелерді өз құзыретімізде шешетін дәрежеде көмектеседі.